Райхан гүлі туралы аңыз. Ертеде Оғыздың ханы Қарабура әулиенің қызына үйленеді. Есімі Бегім екен. Өте ажарлы болғасын жұрт оны Бегім сұлу атапты. Бірде хан аңға шыққанда бүркітінің томағасын ұмытып кетеді. Атқосшыны томағаға жұмсайды. Ол Бегім сұлуды көріп ақыл есінен айырылады. Ертесіне есін әрең жинап қайтып келеді. Патша қаһарланып, неге кешіктің деп дүрсе қоя береді. Ол қорыққаннан, ханым білегімнен ұстап жібермей қойды дейді. Хан ашуланып үйіне келеді. Сөзге келместен әйелінің бұрымын, оң қолын кесіп зынданға тастайды. Қызының ауыр халін Қарабура әулие өзінің түсінде көреді. Ханға келіп, қызым, адал жарың енді не жазды дейді. Көзіме шөп салды, абыройыма дақ салды. Менен туғаны рас болса олай істемейді. Көрсет қызымды, сөйлесейін. Жоқ, жоғал қараңды көрсетпей дейді. Хан сосын нөкеріне бұрылып, мынаны сүйреп шығарыңдар деп бұйырады. Қарабура әулие, қызым кінәсіз болса, бүгін түнде қолы мен бұрымы қалпына келсін. Жазықсыз жапа бергенің үшін қалаңды жылан бассын деп дұға жасайды. Түнде Бегім сұлудың қолы мен бұрымы Алланың құдіретімен қалпына келеді. Хан оның кінәсіз екеніне көзі жетіп кешірім сұрайды. Бірақ көңілінде дақ қалған әйелі көгершінге айналып ұшып кетеді. Арада көп өтпей аспаннан жеті мыс түседі. Жұрт мұның не екенін білгісі келіп ішін жарып көреді. Ішінен ордалы жылан шығады. Олар адамның бәрін шағады. Баяғы Қарабура әулиенің қарғысы есіне түскен халық дүрлігеді. Үйінен безіп, қаласы қаңырап бос қалады. Бегім сұлудың қолы мен бұрымын жұрт арулап жерге көмген екен. Ол жерден райхан гүлі өсіп шығыпты. Ол жерді қастерлеп кейін биік мұнара тұрғызады. Мұнараның төбесінде әлі күнге дейін жалғыз көгершін отыр екен. Айналасында райхан гүлдер әлі жайқалып тұр деседі. Ал қаңырап бос қалған қала Оғыздардың қаласы Жанкент еді. Ол жердің елі ауып, қазіргі Түркия жеріне барып, Осман мемлекетін құрыпты.